Мұқағали Мақатаев, Сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селтетпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып бетінен боздақ ұшқан сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда дана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнен кейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мұны отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана өмірін қарттан біз ұғындық кен, 23 жыл сарғайған құр үмітпен, 23 жыл сарғайған құр үмітпен, Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәби оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ содан қапты, қара жолды қаптай кеп тозаң жапты, қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далақ енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де Сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.